Қанша ақша кетті деп ойлайсыздар? Мына қараңыздаршы. Дайынсыздар ма осындай ақша жұмсауға? 3 жылдың ішінде. Кім дайын, айтыңыздаршы? Осындай ақша жұмсауға. 3 жылдың ішінде 120 миллион жұмсауға дайынсыздар ма? 1 миллиард абортқа шығу үшін. Кім дайын? Точно айтыңыздаршы? 120 миллион жігіттер, қыздар, достар, сіздерге айтайын ба? Сіздерге действительно күшті мүмкіндік. Бұның бәрі, жаңағы айтып отқанның бәрі, бәленбай жыл маңдай тер, қаншама переживание, қанша стресс, қаншама тоналдық, қаншама бізде банкрот болдық. Бір сонда бір күйзелісте жүрдік біз. Күйзелісте жүріп, күйзелісте бір тықырыққа келіп отырмыз. Ақша қарызымыз көп, бір 65 миллиондай қарызымыз бар ол кезде. И 10 мың доллар үйде ақшамыз бар, жиған терген енді саудадан. Сосын үшін Давлатовқа келдік, тренингіне қатыстық $100. Оған $500 төледік жеке қабылдауына. Енді білесіздер ме, жеке қабылдауына не айтты? Сіздерге неге СБ-ға қатысу керек қой деді ғой. Ол не СБ десек? Систематизация бизнеске қатысу керек дейді. Приблизительно есептедік, $10 мың еркеге, $10 мың маған, жолымызға $10 мың бір жылда $40 мың ақша жұмсайды екенбіз. Либо Шанхай базарда тұруымыз керек қайттан, либо тәуекелге салып оқуымыз керек.